Құрметті бөлілер, нағашылар, Айдынның бауырлары, құдашалар және жолдастар. Бүгінгі Айдын мен Жаннаның қуанышына қош келіпсіздер. Менің есімім Иігүл болады. Қазір сіздермен қызықты ойын ойнайтын боламыз. Айдын Жанна қоныс құтты болсын. Жаңа үйде Wi-Fi әрдайым толық ұстап, шәйнек өзінен өзі қайнап тұрсын. Тоңазытқыш бос қалмасын, әмиян жұқарып қалмасын. Ал үйдің іші күлкі мен бақытқа толсын. Бұл жылы лебіздер Дархан мен Айдананың атынан. Ойынға кезек берсек, сіздерге сұрақтар беріледі. Сол сұрақтың жауабын білетін адам қолын көтеріп жауап берсін. Түсінікті болса, ойынымызды бастаймыз. Бұл ойын тек әзіл ретінде жасалған. Өткен естеліктерімізге ораламыз. Бәрін жеңіл қабылдайық. Артынан ренжіп қалу болмасын. Бала күнде батырлық жасап, біреулеріңіздің өмірін құтқарып қалған бөлелеріңіз. Олки-палки, опять пробки кімнің фразасы? Сағызға үйіндегі барлық қара малдарды айырбастайтын бөлелеріңіз. Тырысып кроватьқа жатып қалғанда, мысықты астында қалдырып өлтірген бөлелеріңіз. Жаннаға сұрақ, мына суретте жаныңыздағы бос орындықта кімдер отырды? Аттан құлағанын жер талғамай әдемілеп көрсететін бөлелеріңіз. Құдыққа көп құлаған бөлелеріңіз. Мына әнді кім папасының мойнына отырып алып, папасына айтқызып қоятын. Не сыпь мне соль на рану, не говори навзрыд. Не сыпь мне соль на рану, она еще болит. Мына суретте кімнің шаңырағындамыз? Және не үшін қай уақытта, қай жылы жиналдық? Мына киім кімнің гардеробында болды? Қол көтеріңіз. Осымен ойынымыз аяқталды. Белсене қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Бұл ақпараттардың барлығы Алимгазина Гүлнар Балтабайқызының күнделіктерінен.